Армысыз көрермен, эфирде ақындар антологиясы, ақын дәуір айнасы, қоғамдағы тыныс тіршіліктің айқын барометрі, елмен бірге емірене алатын ерекше жаратылыс иелері. Бүгінгі ақындар антологиясының кезекті кейіпкері ақындық өнерді бойына серік еткен дарынды, талантты жан Медет Демешановтың шығармашылығына арналады. Медет аға бүгінде ақындық өнерді бойыңызға серік етіп, осы құдіретті, шексіз өнер иесін бүгінде өз бойыңызға сіңіріп, осы өнерді арқалап жүрсіз ғой. Өзіңізге енді алғашқы сауалымызды қойсақ, жалпы айтады ғой, ақындық өнер ұлтпен бірге жасайтын таңдаулы өнер саласы деп. Өзіңізден білсек, жалпы осы өнерге, өнер жолына келу жолыңызды білсек, қалай келдіңіз? Бұл ақындық өнер, бойыңыздағы ақындық өнерді қашаннан бастап байқадыңыз? Шығармашылық өлкесіне қашан қадам бастыңыз, өзіңізден білсек? Ең бірінші елеп ескеріп шақырғаныңызға бірінші рахмет. Өнер адамдарын атудың, асудың қажеті жоқ, оларды елемесең өздері өліп қалады деген бір сөз бар екен. Енді ақындық деген Алланың сыйы дейді, Тәңірдің берген қасиеті деп жатады. Бұл енді менде мектеп қабырғасында жүргенде байқалды. Онан кейін бұл қасиет біздің анамыз жағынан, нағашыларымыздың бойында бар екен. Сол өлеңге 7-8 сыныптан бастап енді қолыма қалам алып жаза бастадым. Ең алғаш. Тамаша. Енді өзіңізден білсек, жалпы әрбір ақынның алғашқы туындысы жалпы шығармашылық бағытта жылжуына, шығармашылық бағытта өсуіне өз септігін тигізеді ғой. Өзіңізден білсек, жалпы алғашқы туындыңыз қандай тақырыпта қалам тербеп едіңіз, есіңізде бар ма? Енді ең алғаш барлығы енді анадан бастап жазады, ана туралы жазғанбыз. Онан кейін аудандық газетке шыққан көктем туралы. Ең алғашқы өлеңде сол енді табиғат туралы, 4 мезгіл туралы, ана туралы сондай тақырыпта басталған болатын. Төменгі сыныптарда. Тамаша. Енді әр ақын өзінше жырлайды, қоғамды өзінің көзқарасымен көреді. Әркімнің өзінің өмір құбылысына байланысты, көру тәжірибесіне байланысты әркім өзінше көреді, өзінше сипаттайды. Өзіңізден білсек, жалпы көбінесе қандай тақырыптарда қалам тербегенді ұнатасыз, қандай тақырыпта жүрегіңізге жақын болып келеді? Рахмет. Енді жалпы тақырып көп, түрлі тақырып бар. Негізгі тақырыптар болады, соның ішіндегі өлмейтін мәңгілік тақырыптар. Отан туралы, махаббат туралы, адамгершілік туралы, табиғат туралы деген сияқты. Менде енді көбінесе менің ұстанымым, еске алатын сөзім, жаңа ақын Тұманбай Молдағалиевтің мындай бір сөзі бар екен. Әдебиеттің көрсететін объектісі адам дейді. Әдебиет дегеніміз ол адамды жырлау дейді. Мен адамның адамшылығын, сол адамдықты жырлап келе жатырмын деп ойлаймын деген сөзі бар. Сондықтан менде енді негізгі тақырып сол жаңағы арнау саласы, арнау бағытында адамдарды жырлаймын деп солай есептеймін. Топшылауға болады, иә? Тамаша. Енді бүгінде білуімізше көптеген тақырыптарда жас ақындар, жас әншілерге өлең жазып беріп жүрсіз, өзіңізге арнайы тапсырыста туындылар жазғызып жатады. Бүгінде енді жас әншілер де қалыс қалған жоқ. Соның бірі Асхат Қапановқа туынды жазып беріпсіз, Семейім, Алаштың жүрегі туындысы. Осы туындының жарыққа шығу жайлы баяндап берсеңіз, жалпы бұл туынды қалай жарыққа шықты, қалай жазылды, әннің тарихына тоқтала кетсек? Бұл әннің шыққаны енді көктем кезінде шықты. Сәуір айында кәдімгідей студиядан жазылып шықты. Наурыз кезінде мәтінін жазған болатын. Бұған ең бірінші қаламыздағы Серәлі деген ақын ағамыз бар. Сол кісі хабарласып, осындай бір бауырың бар, жерлесің Ақсуаттікі деп, соған бір Семей туралы сөз керек деді. Сонан кейін менің де енді іздегенім сондай дүние. Қаламыз туралы жазсақ екен деп. Сонан және де ол енді әкесімен сөйлесіп, бір патриоттық бағыттағы, сосын жаңағы жас балаға келетіндей қылып
жазып берсеңіз деген. Содан айналасы енді бір 2-3 күннің ішінде текст тез дайын болды. Онан кейін осы Семей қаласындағы композитор Береке Слямқұл деген азамат, мәдениет үйінде істейді, сол жігіт аранжировкасын жазып, содан кейін қазір енді халықтың арасына таралып, ол ән біздің Асқат бауырымызға үлкен жүлделер әкелді. Халықаралық жарыстардан бірінші орын алып, Түркияға, Дубайға жолдама алып жатыр. Сол енді әннің қысқаша тарихы туралы. Әннің қадамы сәтті болды дейсіз ғой, ол жайлы болып жатыр. Тамаша. Енді осындай жүлделер көбейе берсін, жас әншілердің қадамына өзіндік серпіліс беретін әннің тарихы әрқашан жаңа серпіліс пен жаңа қадамдарға алып келеді ғой. Тамаша. Енді өзіңізге тағы да бір сауалымыз бар. Енді жалпы бүгінде көптеген әншілерге, семейіміздің талантты, дарынды тұлғаларына ән жазып беріп жүрсіз. Соның бірі махаббат символына айналған «Ұнап қаласың» туындысы бар екен, сіздің сөзіңізге жазылған ерекше туындының бүгінде көптеген кештерде, арнайы мерекелік кештерде, тойларда жиі орындалып жүр. Осы «Ұнап қаласың» туындысы жайлы тоқтала кетсек. Енді бұл ән Мақсат әнші Рафик сол кісінің сұранысымен жазылған. Негізі сөзі менікі, ал қайырмасы Жасұлан Мақаев деген ақын бауырымыздікі. Сахналарда орындалып жүрген шығар, енді бірақ соңғы кезде көп естіген жоқпын. Бұл да енді тапсырыспен жазылған әндердің бірі. Енді жастарға арнап жазылған бір махаббаттың қадірін білсе екен деген тілекте, ниетте. Көпшілікке ұнап жатса қуаныштымыз. Тамаша. Енді бүгінде көбінесе сұранысқа көптеген туындылар, әндер жазылып жатыр, өзіңізден білсек, қандай тақырыптарда жиі өзіңізге тапсырысқа ән жазғызып жатады, қандай тақырыптарда өлмейтін туындылар көп кездесіп жатады? Тақырыптар. Әнге қатысты, әнге. Енді бұл кезекті қазір бізде енді көбінесе тойға қатысты. Той саласы болғандықтан барлық әншілер той төңірегінде жүреді. Сондықтан көбінесе тойға қатысты әнге сөз жаздырады. Онан кейін сол екінші орында махаббат туралы. Әр түрлі енді дегенім. Бірақ енді мен әлі көпшілікке көп танылмағандықтан көп сұраныс жоқ. Осы өзіміздің қаланың азаматтары бар. Бұйыртса әлі талай болады деп ойлаймын. Тамаша. Енді сіздің шығармашылығыңыздан тамаша бір жауһар жырды көпке таныстырсақ, оқып берсеңіз. Қандай тақырыптарыңыз? Өзіңіз білесіз ғой? Өзіңіз білесіз. Ана неден болса болады? Бір үш өлең оқимыз ғой. Үш өлең? Қазір біреуін оқиық. Енді ертіске ұқсас тағдырым деген өлең бар. Қарашаның күңгірт тартқан таңында, тұрмын тағы ойға шомып жаныңда, сен бекенсің тулататын тынымсыз тамырымның ішіндегі қанында, екеумізден көп ұқсастық байқадым, асықпасаң қазір бәрін айтамын, сезім дейтін дүлей дауыл тұрғанда менде талай тұнығымды шайқадым, жалғау үшін екі шеттің арасын, сен бір сәтте тоқтамастан ағасың, қалмау үшін мына күйбең тірліктен, ей жүрегім, сен де тынбай соғасың, ақ толқындар жаға қалып тасыңды, асау ағыс жарға жетіп басылды, мен өзімді көргендей боп қайранмын тау мен тасқа соғып жүрген басымды, аяз түссе айдыныңда мұзғалар, менің дағы көңілімде сызғалар, ғайып болып кетсем бір күн жағаңдан, жырымды оқып бір қара көз қызғалар, жүрегімнің тереңдігі кеңдігі, саған ұқсас екендігі белгілі, сен тарихта мәңгі қалған ертіссің, мен қалам ба, мәселе сол ендігі деген. Ой, қандай тамаша туынды, ертіс жағасында бір ерекше сезімді ұялатып, сонау бір толқынмен астасып жатқан сезімді бейнелейді екен. Тамаша. Енді сіздің білуімізше Ақгүлім атты жинағыңыз бар, онда біршама туындылардың сенген, біршама туындылар осы жинаққа өз жалғасын тапқан, өзіңізден білсек, бұл жинақта қандай туындылар кездеседі, қандай туындылар бар?
Рахмет. Осы жинақ жайлы толығырақ тоқтала кетсек. Бұл Ақгүлім менің қызымның есімі, Ақгүл. Соның құрметіне жазған, қойылған кітап. Бұның ішінде мен негізі енді қазір көбінесе бағытым жаңағы тапсырыспен өлең жазғанда адамдар туралы жырлау болғандықтан көбінесе арнаулар топтастырылған. Содан жаңағы еске алулар, құттықтаулар, сондай мерейтойға, тұлғаларға арналған өлеңдер жинақталған көбінесе. Онан кейін көктүрім өлеңдер жинағының біразы осында қамтылған, қарастырылған. Білуімізше енді сіздің туған жеріңіз өте киелілердің мекені, ақындардың, дүлдүлдердің туған жері, Ақсуат өлкесінде дүниеге келдіңіз. Бұл жердің сіздің өнеріңізге, сіздің шығармашылық бағытта дамуыңызға өз серпілісін берген анық қой. Туған жердің топырағынан деп жатады. Енді әрбір ақынның туған жерде тағылымнан сіңірген, бойына сіңірген ерекше өнері өмірлік бойына қалыптасады ғой. Өзіңізден білсек. Өте дұрыс айтасыз. Біздің Тарбағатай өңірі ұрпаққа ұран болған, халқына қорған болған батыр бабалар, әулие әмбиелер, ақындар, ұлы тұлғалар шыққан киелі мекен. Енді мен осы туған жерімізге тарту ретінде Алтын бесік Ақсуат деген жаңа Асқат бауырымызға бір тағы да мәтін жаздық. Алла қаласа енді осы әннің де жарыққа шығуына жақын қалды деп ойлаймыз. Бұл енді біздің сол туған жерімізге деген біздің тартуымыз болады. Осы бір әнді қолға алып жатыр. Тамаша. Енді сіздің шығармашылығыңызда өте көптеген жырлар бар, таусылмайтын, тарихы ерекше бір тағылым беретін, ой салатын туындылар көп қой. Соның бірін көпке ұсынсақ, көрерменге жеткізсек деген ойымыз бар. Қандай туындыңызды тарту етесіз? Махаббат жайлы болсын. Тамаша, Мен іздесең, көз жіберіп мынау биік аспанға, көз жіберіп анау шексіз теңізге, елегізіп еңсеңді мұң басқанда естеліктер арасынан мен ізде, терезеңді тамшы қағып түнімен, толастамай шіркін жаңбыр төгілер, бұлтты жарып күн шыққанда нұрымен шұғыланың арасынан мені көр. Бәлкім саған қол бұлғаймын сағымнан, әл алдыңнан сан тараулы жол шығар, бақыт іздеп құс жолынан жаңылған елсіздегі менің ізім сол шығар. Түбі мені іздейді деп ойладым, селкетіп бір оянғанда түсінен, мен туралы үндемей-ақ қой жаным, жүрегіңнің табалмасаң ішінен. Ой, қандай тамаша туынды, жүрегімнің табалмасаң ішінен деп аяқтапсыз. Толғамды жырдың толықтайтын әдемі нүктелепсіз. Тамаша. Енді бүгінде сіздің туындыларыңыз көбінесе табиғат лирикасы, махаббат лирикасы астасып жатыр. Мүмкін сіздің болмысыңыз, табиғатыңыз осы үндесіммен байланысып жатқан шығар. Барлық, ақындық, жалпы өнер адамның барлығы өзі табиғатқа жақын келеді, табиғатпен сырласады. Ол жағынан өте дұрыс пайымдап жатсыз. Енді туған қаламызға туралы жаңа ертісті әнге қосамыз, жырға қосамыз. Онан кейін жаңа Семейім Алаштың жүрегі әніміз бар. Онан кейін Семейім саған аманат дегенде бір алдыңғы жылдары қаламыздың 300 жылдық тарихына арнап үлкен ән жазылған. Семей қалалық мәдениет сарайының өнерпаздары орындайды. Сондай да біздің осы қаламызға деген махаббатымызды, құрметімізді осылай әнмен жырмен жеткізіп жатырмыз. Тамаша. Болайықшы. Көк жүзіне дөңгеленіп күн шығып, ұйқысынан оянды бар тіршілік. Шүкір айтып атқан таңға арайлы бізде іске кірісейік құлшынып. Қандай ғажап жаратқанның әлемі, күн сәулесі шығар бәлкім сәлемі. Күн сияқты болайықшы, жап-жарық күн сияқты болайықшы әдемі. Жаңа күнмен бастап жаңа қадамдар, айналаға мейіріммен қараңдар. Күн сияқты сыйлайықшы жылулық күн астында өмір сүрген адамдар. Күн жұлдыз ба, от па, мейлі алтын ба, маған бәрібір тұрса болды қалпында. Күн сияқты тұрайықшы күлімдеп, бүгін менің ең керемет күнім деп.
Тамаша. Күн сияқты әрбір жаңа атқан күн ерекше шабытпен сарқылмас ізденіс сыйласын дегіміз келеді. Енді осы бағытта шығармашылық бағытында жасаған еңбектеріңізге, табанды жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Алға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін. Ақындар шабыт алып қарқындасын, бабамыздың жұрнағы сарқылмасын. Өлеңге ғашық сіз бен біздей өнер жұлдыздары жарқырасын деп осынау туындымен сөзімізді қорытындылайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ақын жырларымен жыр жасайды. Осындай толғамды тамаша тәсілмен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ел назары бізде болсын.